Шайнаған қатын екен. Ауыл әкімі Құдиярдың үйге кіре салды, аузынан сүрініп шыққан алғашқы сөзі осы болды. Әбжаландай алқымын буындыра түскен галстугін асығыс босатып жүріп, тағы қайталады. Шайнаған қатын екен. Төргі үйге төтелей салып, үстіндегі пиджагын жерге алып ұрды да және қайталады. Шайнаған қатын екен. Әкесінің бағанадан бергі іс-қимылын бақылап тұрып, әрең шыдады. Білем, пиджактың былтырғы шаңы бұрқ етісімен 3 жасар балада баж ете қалды. Әй, алшы мына баланы. Әй, не болды? Өзінен бұрын сөзі жетсе де, әйелі тумастан баптың адамы. Мамақаздай мамырлап ас үйден келгенше от алып алған баласы бажылдап біраз жерге барып алған еді. Отағасы шошыттыңыз-ау, тыныштық па? Баланы қолына көтеріп әрлі-берлі алдаусыратып, ерінің еңсесі түсіп, қарашаның аспанындай қас-қабағы келіспей тұрғанын көріп, жанар аузын баса қойса да, әйелдік түйсігі жеңіп қазбалай түсті. Жұмыста бір пәле болған ғой. Ештеңе. Былтырғы мектепке бөлінген ақшаны біліп қойды ма? Жыбырлаған жылан да білмейді-ау деп жұрттан жасырған сырын жаман әйелі көлденең тартып көлгісіріп тұрғанда Құдияр шынымен күйіп кетті. Өй, жоқ, шайыңды қой. Құдай ұрғанда дәл мұнша төмпештейді деп кім ойлаған? Ауыл әкімі боп сайланып, аяқты алшаң басып жүргеніне биыл 7-ші жыл. 5 жылын қаншадай найқалып, бюджеттен бөлінген көп ақшаны көк шулаңдай жұлып жеп, күн шуақтай қалған қара сиырдай мизам тірлігі аяқ асты былтыр бұзылғанды. Былайша айтқанда ханшаға кәрілік, көк шулаңға оқ, қара сиырға оқыра тиді. Бәленің бәрі әлгі қатыннан шықты. Ат төбеліндей ауылда Құдияр әкімнің жаға жыртысып, жақсындырар анау айтты қарсы келер ешкімі жоқты. Қарсы келгенде де қара халықта қайбір қауқар бар дейсің. Құдай салды, біз көндік. Әкім айтты және көндік деп, Мұхтар қойшының астындағы көк есектей қоп-қоңыр тіршілікте аяғымен кешіп жатқан көпшіліктің әкімнің оларда шаруасы болмайтын. Күн көтерілсе әкімнің көк невасы көк жөтелденіп, аудан қайдасың деп шаңдатып бара жатқанын көріп, ауыл тұрғындары әкім бірдеңке бітіріп жүр екен деп ойлайды. Күн құлай ауылға құлдилап келе жатып, ауданнан қайтқан әкім де бірдеңке бітіріп жүр ме екен деп ойлайды. Жайма шуақ тірлігі жорғасынан жаңылмай, сусып жүре берер ме еді, кім білсін. Өткен жылдан бері Гүлжамалдың ылаңы болмағанда. Ауылдың төменгі жағында тұратын әлгі әйел 2 жыл бұрын ерлік қылып мемлекеттік бағдарламамен наубайхана ашты. Әуел баста отчет үшін Құдиярдың ұпайын түгендейтін бастама болғанымен, айналып келгенде әкімнің абыройын төгіп, тағын шайқаған, түн ұйқысын 4 бөлген нағыз бәленің нақ өзі болды. Алдымен ауданнан, бара-бара облыстан қолдау тауып, Гүлжамалдың атағы аспандарды дерсің. Нан салу деген не тәйірі? Жасы 45-ке жаңа ілінген Гүлжамал кәсібіне шыңдап кіріскен екен. Ауыл былай тұрсын, ауданды нан тоқашқа тойдырып, облыстық акиматқа атын ойдырып алды. Қысқа мерзімде шаруасы дөңгелеп, айналасына айбарын бір байқатқан. Содан не керек, 3 ай өтті ме, өтпеді ме, Гүлжамал мінез шығарды. Мінезін алдымен әкімге көрсетті. Құдиярдың 2-3 жас үлкендігіне ескеріп акиматта: Құдияр мырза, ауыл бар нанымды тауысып алар шамасы жоқ. Ауданға қатынап жүрміз. Ал жолдың сиқы анау. Жолды қашан жөндейсіз? Деп тігісінен жатқызғандай, тіс арасын ғана сыздықтанып сызыла қойған. Мұнысы не жаман күйеуіне, не күйеуі тепкілеп жүрген көк жигулиға жаны ашығандық екенін аңғару қиындау болғанымен, әкім соңғысы деп ойлап: биыл қаражат жоқ, келер жылы, Жамалжан, деп жылы жауып шығарып салады ғой баяғы. Ертесінде кеңсеге аудан әкімі қоңыраулатып тұрғанда, Құдиярдың есі шығып, тынысы тарылды. Жолды жаматып, былтыр жеген ақшасын биыл шығарып, көп көрім әуреге түсті. Осы әуре сарсаңдап, тұп-тура 2 ай мерзім бе еді, бәтір-ау, әлде 3 ай ма еді, тағы бір ылаңның түтіні бықсыды. Гүлжамал ауданға ауылымыздың светі аптасына 2-3 еді. Әкім шара қолданбай отыр деп қоңырау шалып, артынан өзі де аудан басшылығына жолыққан көрінеді.
Облыстан қолдауы бар әйелдің сөзін аудан екі етсін бе, Құдиярды қоңыраудың астына алып табада қуырады. Жарықтың жөнделетін жағдайы бар екені. Бағаналарды ауыстыру ақшаның бөлінгені тағы да өтірік емес. Әттең, 2 жыл бұрын бөлінген ақшаның 2 теңгесін таба алса ше. Үлкен қызы ұзатылатын кезде Құдекең сол жарыққа бөлінген ақшаға жарқыратып той жасамай ма? Арты бұлай боларын кім білген? Соңынан сонарында ізге түскен тазыдай найсап Гүлжамал қудалайтынын күн бұрын білгенде, үлкен қызы байсыз қалса да жарық беру мәселесін шешер еді. Енді міне, іс кері кетсе де көжеге де тіс сындыраны кері болып, Құдиярдың халі мүшкілдеп кеткені. Ойпырмай, бұлай әкім атанудан саудаға кетсін. Ендігі жерде Құдияр ел ішіндегі әкімдіктен бұрынғы малдәрігерлерінің жұмысын аңсауды көшті. Күйсемей тұрған сиырды қуырдаққа аунай беретін атты қазыға қия салатын ол кезде бір шалқаған дәурен еді ғой, деп жүрді іштен тамсанып. Бірақ сұрауы жоқ, көп ақшаның қызуы басылмаған. Мансап та алтын іздегендей қоштаса салуға тым аяулы дүние екен. Гүлжамал ер-тоқымын бауырына алып қанша тулағанымен бір күні басылар, мамыржай заман орнына келер деген үмітінің қол бұлғап, алыстан шақырып тұратынын қайтерсің. Ал бағанағы ашу сол Гүлжамалдан болатын. Түс сәлеті. Кеңсеге Гүлжамал кіріп келді. Сәлеметсіз. Жамал, кел төрлет. Жамал емес, Гүлжамал деңіз. Ой, енді біз бұлай еркелетіп дегендей, сонша неге ашуландың? Құдияр өтірік күле салды. Еркелететін адамды тапқан екенсіз. Келген шаруама көшейін. Ауданға барғанда көрсететін рұқсат қағазыңыз орысша жазылыпты. Сол жазуыңыздың ішінен 5 қате шықты. Өзіңіз жаздыңыз ба, әлде сауатсыз орынбасарыңыз Қанипа қатын ба? Ойбай, аудандағылар жатып кеп қалғандарға кірерге тесік таппай қалды ғой. Жамалжан, кеңседе отырмыз. Ондай оғаш сөздеріңді қоя ғой. Аттығыңды басшы. Қане, қай қатек? Мүмкін емес. Ойбай, міне, алдап тұрмын ба? Деп Гүлжамал рұқсаттаманы 3 бүктеп Құдиярдың алдына жалп еткізді. Енді документ болған соң қате кетеді. Түзейміз. Қазір. Кім? Қанипа, мұнда кел. Жай тұрмай Гүлжамал. Жоқ деймін-ау. Осындайларды әкімдікке кім сайлаған? Істей алмасаңдар орындарыңды босатсаңдаршы, деп тағы бір сабап өтті. Ендігі жерде Құдиярда шаптығатын шама жоқ. Рұқсат қағазда бадырайтып 5 қате тұрғаны рас екен. Қазақшалап қағаз жазуға әупірімдеп әрең шамасы кеп жүргенде Құдиярдың орысшадан күдер үзгені қашан? Тіпті қате жіберіппін-ау деп жүні де жығылмады. Аудан тұрмақ облыс сөзін сөйлеп тұрған осы пәлекет тезірек кеңседен кетуін тіледі. Түзейміз, жөндейміз, деп шығарып салды. Ашуға мініп, пижагын алып ұрғанның алдында осы бір оқиға бар етін. Әйелінің күрең шайын қанша сораптағанымен қабағы жадырай қоймады. Ауылдың жаман қатыны әкімдіктен кет деп әркімлендесе қайдан басылсын. Не де болса бұл Гүлжамалдың аузын жауып ауданға баруын тыю керек. Осы ойдың ортасында отырып тағы да шай құйғызды. Шайнектен төгілген күрең шай кесе түбін ұялап Гүлжамалдың қолынан күйеуі екпінге өткенде көз байланып қалған болатын. Кәсіпкер екі жанның ауданынан қайтып ертеңгілік сататын нанның есебін келтіріп аз-маз дамылдаған шақ. Әншейінде әйелінен қорыққанмен екпін шай үсті, содан ғана көлік жүргізетін сәттерде екпінденіп алады. Ал Гүлжамалдан қорқатын негізсіз емес еді. Тіпті оны қорқу деп атауға келмейді. Сыйластық дейікші. Гүлжамалмен шаңырақ көтергенде биыл туп-тура 25 жыл. Ой-бой, сол уақыт ішінде екпін не көрмеді. Ақылынан бұрын ашуы дайын тұратын Гүлжамал талай мәрте абыройын төгіп, екі аяғын аспаннан келтірген еместі. Сөзі өтпеген жерде өзі өтіп, дауға жеңілсе де даурығып барып жұдырық ала жөнелетініне осы ауылдағы көп әйелдің көгерегі көздері куә. Әйелі былай тұрсын, ауылдың кей еркегі құрысын, мінезі шатақ деп, кейбірі момындары Гүлжамалмен төбелесіп қалдым деп сырт айналып жүретін. Екпінді де ығына жығып, талай отырыста алдына салып, ала өгіздей дөдектенетіні де бар. Әй Гүлжамал, тура бар ғой, бір ұрам, деп ащы сумен дос кезінде айбындатып шағы ұмыт болған. Итініп ұрса нұрға салып,
Шақылдағанда тумасынан артық ет бітпеген екпін қой өзімді жазым қалар деп ауада ілінген қолын қайтара ала қоятын. Бұл мінезін екпін Гүлжамалдың атасынан көрді. Ата қолында өскен еркек шора қыз тұсау көрмей өсіптіміш. Қызбен емес, ұлдармен, қуыршақпен емес, асықпен өскен Гүлжамал бәйгеге шауып қыз қууға түсіптіміш. Ат құлағында ойнайтын қызға шау жайлап жету қайда, бетінен сүйем деп дәмектенетіндердің көбін көк ала қойдай қып сабап, көзінің сурасын ағызған екенміш. Бара-бара қыз қууға Гүлжамал түскенде жігіттердің бірінің аты қақсап, біреуінің тісі қақсап, сайысқа түспей қалатындай болыптымыш. Сүйіп қосылған әйелінің осы бір айбынды мінезінің жақсы-жаман тұстарын ойша түгендеп отырып, екпін енді өзіне үңілді. 4 ұлдың екіншісі, қит етсе қолындағысын жіберіп қалатын әкесі, түрпектеп қиыс кетсе тыйып тастай беретін шешесі есінде. Балалық шағының базары ерте тарқап, тым момқан боп өсті. Тіпті осы бір асау әйеліне де сөз саларда бір жаз жолығып жүріп, Гүлжамалдың «Әй, сен енді мені ал» дегенде қалай қуанды десеңізші. Әйтпегенде әйелсіз қалар ма еді, кім білсін. Өткеннің осындай арғы-бергісін ойлап отырып, «Гүлжамал, сенің әлгі сөзіңнің салмағы тым ауыр емес пе?» деп кесесін алдына қойды. «Қай сөз?» «Алдында ауылда 6 адам коронавирус болып, әкім оның 6-шысы болып іші өткенін айтамын». Онда тұрған не бар екен? Өзің бастап әкім тышқақтатып жатыр деген сөзің ше?» Гүлжамал мырс етті де, «Рас қой енді, Құдайдың көзі де түзу ғой. 5 адамның ыстығы көтеріліп, тура әкімнің іші өткеніне болайын. 5 минут сайын сырттағы дәретханаға даяршыдай жүгіріп жүргенін өзің де көрдің» деп міз бақпады. «Қой, ондай сөз айтпа. Қайткенмен қалқайып әкім атанып жүрген адам». Дегенмен Гүлжамал не дер екен деп көз қиығын салып еді. Әйел болмағыр жайбарақат үстелін жинастырып не ұқтым, не бұқтымның ишарасын танытпады. Екпінде іштей «Әй, қойшы» деп дастарханынан тұрып кетті. Гүлжамал бастаған бұл жел сөз қорап тұрған ақтыққа тиген өрттей ауыл ішін қаулап, Құдиярдың беделін тағы бір шайқаған. Құлағы түрік ауылдың әйелдері әкім тышқақтап жатыр дегені піш-піш өсекке салып, бетін бұра күліп жүргенде, ауылдың жүргімектері де осы әңгімені іліп ала жөнелген көрінеді. Өткенде көрші ауданнан бір атқа мінер келіп, көшеден бір баланы ұстап алып, «Кеңсе қайда, әкім қайда?» деп жөн сұраса, әлгі жүгірмек танауынан төмен ақтылған қос өзеннің кері тартып қап, «Хакимият әне, ал әкім тышқақтап жатыр» демесі бар ма? Содан бері осы сөз бір біразға дейін алақандай ауылдың аспанның айналып жүріп алғаны. Келесі күні сенбінің кешінде Құдиярдың 6-шы оқитын ұлы, «Сізді әкем шақырады» деп екпінге шауып келді. Дәу де болса әлгі тышқақ жайлы сөз болар деп барар-бармасын білмей тұрғанда, Гүлжамалдың көрші аралап кеткенін пайдаланып кездесіп қайтпақ боп шешті. Ауылдың бас жағына аяңдап жеткенше әкімнің ашулы түрін қиялымен әрі-бері суреттеп қобалжып, Құдиярдың тура есігінің алдына тұрғанын жаңа байқады. Ішке кіріп әкімді көргенде әлгіндегі әспеттеген ойының әдіре қалғаны. Құдияр көңілді екен. Екпінжан, аманбысың? Малжан аман ба? Оқудағы студент қыздарың жақсы ма? Кел, төрлет, қысылма. Аманбыз, өзіңіз қалайсыз? Әйелдеріңді жіберіп қойып өздерің бір соқпайсыңдар. Жаман ағаларының хәлін айына бір біліп қоюға болады ғой. Ха деп күлді. «Ой аға, шаруа деп. Әзіл ғой, түсінеміз. Қайта келін екеуін мықтысыңдар. Қай үйге барсаң да сендердің пештерінен шыққан нанды жазбай танимыз. Молодец, кел дастарханға». Әкімге сай дастарханның белі майысып тұр дерсің, не жерінді білсең болғаны. Әйтсе де бұлай арнайлап шақыруының бір себебі бар-ау деп екпіннің іші қылт ете қалып еді. Ұмыт бола бастаған ащы судың дәмі аузына қайта оралғанда ол ойда көміліп қалды. Әйелінен қорыққанмен әкіммен өшудің өзінше абырой көріп, әйтеуір толтырған стаканды мөлткен жоқ. Арада 2 бие сауым уақыт өткенде
ананың бір мынаның бір басын шалып отырған Құдияр да шаруасының желісіне енді түсіп сөзге көше бастады. Екпін, жағдай былай. Гүлжамалдың мінезіне өзің де қанықсың. Қайсы бірін айтайын? Иә, айып етпеңіз, ондайы бар еді. Мінез кімде жоқ? Байлаулы тұрған байтал да мінез көрсетеді. Мәселе мінез бар екен деп жолды жолсыз адамды шала беруге болмайды ғой, дұрыс па? Дұрыс айтасыз. Енді қызмет болған соң кейде аспандайсың, кейде ақсайсың. Өзі сенде неше қыз бар еді? Қызыңқырап қалған екпін сасып қалды. Екеу, үшеу. Вот, студент, 3 қызың бар. Ал ұл керек, солай ма? Керегі керек қой, бірақ Тәңірдің бергенін осы 3 қарған болған соң. Нешедесіңдер? Әлі жассыңдар. 40-тың 5-еуіне жаңа іліндіңдер. Енді сен мықты болсаң Гүлжамалға ұл таптыр. Солай ауылда да қарық қыл және өзің қарып бол. Деп Құдияр ойындағысын дүңк еткізіп еді, екпін қызарақтап тосылып қалған сыңайлы. Оныңыз дұрыс қой, әрине. Біз енді жасымыз кеп қалды дегендей. Түк те емес. 70 бай, 80 байларды қазақ не аспаннан қағып алып па, даладан тауып алып па? Шындап кірсең бәрі де болады. Әй, өз қамыңды ғана күйттей бермей, соңынан қалар қара шаңырағыңа да ие боп қалар мұрагердің де қамын ойласаңшы. Рас, Құдеке, сөзіңнің жаны бар. Пай, ауылдың міне деген мұжықтарының бірсің. Ой-бой, ешкім де мәңгілік емес. Құлағы қалқиып екпіннің ұлымын деп бір жүгірмек ертең осы ауылда шапқылап жүрсе, арманның орындалғаны емес пе? Дұрыс айтасыз. Артынан ат тізгінін ұстап қалар ұлының жоқтығы екпіннің былайғы жұрттан қала берді. Жұрғаттаған жасырған жетім қозыдай маңырай беретін ойы болатын. Елден жасырған әкім әшкерелеп қойған алдымен жақтырмаса да, артынан жаны ашып айтып отыр-ау деп сүйсініп те қалды. Садаға кеткір, ауылдың қамы ғана емес, әр адамның тағдырын көріп болжап алаңдаған әкімнен айналайын. Тура осы сәтте құшақтап алса құны төмендемейді ғой. Әйтсе де олай кетуге екпіннің батылы жетпеді. Асығыс қоштасып, ішіндегі сөне бастаған үмітінің шоғын үрлеп қойып, үйіне бір-ақ тартты. Ал әкімнің ішкі есебі басқада. Аяғы ауыр әйелдің сөзінде зіл болмас. Бала мен жаялықтың ортасында шауып жүріп, ауданды ұмытар. Тіпті Құдиярдың құлақ етін жеуді де қояр деген есек дәме. Осы ойын мына екпін теріс көрмеген тәрізді. Кәпірдің түрі жаман деп мәстеген бір айтпақшы. Мекиінен сағынған қораздай үйіне тура тарқаттан түрін төріп, іштей алдымен тапқырлығына, сосын әлгінің аңғылдығына мәз боп қалды. Құдиярдың календарына сенсек тұп-тура 4 ай 5 күн өткенде ауыл үшін Гүлжамалдың аяғы ауыр екен деген сөз жайлады. Сонда әкімнің қуанғанын көрсеңіз. Сенер-сенбесін білмей кісі салып та көрген. Рас екен. Адуынды қатын іші білініп тіпті жуасып қалған көрінеді. Салған кісісі өткен жылы Гүлжамалдан өліп таяқ жеген ақсақ жәміш болатын. Ойбай, жуасығаны былай тұрсын, шәй іш деп төрге отырғызды емес пе? Дегенде Құдиярда күмән қалмады. Сол түні арқасынан ауыр жүк түсіп, алақсыз бір ұйықтады-ау. Әйткенмен, қалың ұйқыда жатқан осы бір ауыл алдағы уақытта Гүлжамал босана алмай, дәрігерлердің қателігінен жатырдағы бөпесімен бірге өлім құшағына еніп кетерінде, екпіннің еңсереген қаларында, алақандай ауылдың көшін түзеп, кемшілігін тізген өжет әйелдің енді жоқ боп кетерінде, Құдиярдың соңғы рет кешкілік есік алдында көп жыл қойып кеткен темекісін ширатып отырып, шайнаған қатын екен деп ешбір ашу кексіз, жан ашырлық ниетпен айтарын да тіпті де білген жоқ. Ал жатырдағы бала ұл еді.